Өмірде неше түрлі шындыққа жанаспайтын оқиғалар орын алып жатады. Соның бірі 19 ғасырда өмір сүрген екі жүзді дейміз бе, әйтеуір екі бетті немесе екі реңді Эдвард Мордрейктің қорқынышты өмірін баяндап өтемін. Жер бетіндегі жаратылысы бөлек адамдардың бірі 19 ғасырда өмір сүрген Эдвард Мордрейк есімді ағылшын азаматы. Англиядағы аса бақуатты әулеттің мұрагері саналған бұл жігітті жанын жегідей жеген қасіреттен ата-бабасынан жалғасқан аста-төк байлық та, табиғат сыйлаған асқан талант пен ақыл-парасатта еш құтқара алмаған. Иә, Эдвард жастайынан көрікті келбетімен, туабітті ғаламаттарынымен, ақыл-ойының тереңдігімен қатарластарынан ерекшеленіп өсті. Бірнеше музыкалық аспапта шебер ойнайтыны тағы бар. Осындай екінің біріне қона бермейтін ерекше қабілеттерге ие Эдвардтың жалғыз ғана қасіреті ол екі жүзділік. Тура мағынасында айтып отырмыз. Мұндай патологияны медицинада гранипагус параситикус деп атайды. Дәрігерлердің түсіндіруінше, бұл бір денеде сиам егізінің бастары өсіп шығу барысында пайда болған деседі. Ағылшын жігітінің шынымен де екі бет әлпеті болған. Екіншісі шүйде тұсында орналасқан. Көрген адамдардың айтуынша, шүйдедегі жүзінің түсі тым суық, қатыгездікті сездіріп тұрады екен. Куәгерлердің айтуына қарағанда, екінші бет ешқашан сөйлемеген, тамақта ішпеген. Алайда екі көз айналасындағы болып жатқанның бәрін ұдайы бақылап, кейбір сәттерде эмоциясында байқатып қалады екен. Мәселен, Эдвард қатты мұңайып, көңілсіз күйге түссе, артындағы беті керісінше көңілденіп қуанатын болған. Бір қызығы түн әлетінде шүйдедегі беті оянып алып, өзінен өзі сыбырлап, сықылықтап күліп, иесіне маза бермейтін көрінеді. 20 жылдан астам уақыт бұл қасіретті арқалап келген Мордрейк бұдан арыға төзімі жетпей, ота жасату арқылы екінші беттен құтылуға бел буады. Бірақ ешбір дәрігер күрделі отаны жасауға тәуекел етпеген. Соңында ешкімнен көмек болмаған соң, Эдвард өз-өзіне қол жұмсап, екінші бетіне тапаншамен оқ атқан. Солайша өмірмен қош айтысқан. Өлгеннен кейін туыстары оның жазып кеткен хатын тауып алады. Хатта Эдвард өзін жерлеген кезде шайтани жүзін отамен алып тастауды өтінген. Оның жан түршіктірер сөздері мені көрде де тыныш жатқызбайды, әйтпесе, деп жазып кеткен екен хатта.